Биылғы оқу жылын Тараз қаласындағы номер 53 мектеп қос қуанышпен қарсы алғалы тұр. Іргелі мектепке гимназия мәртебесі берілсе, енді бұл білім мекемесі мемлекет және қоғам қайраткері Қаратай Тұрысовтың атымен аталмақ. Осыған орай салтанатты жиын өтті. Елге тұтқа болған зиялы қауымның ардақтысы Қаратай Тұрысов еліміздің өркендеуіне өлшеусіз еңбек сіңірді. Мемлекет басқарудың түрлі лауазымдық қызметтерін абыройлы атқарды. 1934 жылы Жамбыл аудандағы Жасөркен ауылында дүниеге келіп, 55 жылы Орджоникидзе атындағы Мәскеу геология барлау институтын бітіріп, еңбек жолын геолог болудан бастады. КСРО кәсіподағының басшысы дәрежесіне дейін көтерілсе, республикамызда үкімет төрағасының орынбасары, министр, парламент депутаты болды. Тәуелсіздікті тұғырландырған тұлғалардың ішінде қазақтың асыл перзенті Қаратай Тұрысовтың алар орны ерекше деп елбасының өзі баға берген азаматтың өмір жолы кейінгі толқын жастарға өнеге. Жиында сөз алған аймақ басшысы әйгілі тұлғаға лайықты құрмет көрсету, есімін мәңгі есте қалдыру өскен елдің белгісі екендігін атап көрсетті. Осы мектептегі өсіп атқан ұл қыздарымыз, өз жердегі мынау өзіміздің ұстаздарымыз, білім алып жүрген балаларымыз Қаратай ағамызға қарап бой түзеп, өсіп өркендеуіне, осы кісіге қарап өсуіне, білім алуына, жақсы мектепте, жақсы аты бар Қаратай ағамыздың атымен бүгінгі мектептің есі беріліп отқан жерде, мен ойлаймын, балаларға бұл үлкен үлгі, тәртіп, тәрбие болмақ. Халыққа адал қызмет етудің үлгісін көрсеткен өмірі өнеге болған тұлғаға арналып, мектепшінен ескерткіш бюст орнатылды. Оның ашылу салтанатына аптал азаматтың көзі көрген замандастары, облыс басшылығы, ұстаздар мен оқушылар, сондай-ақ қайраткердің жұбайы мен отбасы мүшелері куә болды. Атаулы іс-шараны ұйымдастырып, ерінің есімін ұмытпаған жұртның ыстығы ықыласына ғалымның сүйікті жары Әскергүл апай шынайы алғысын жеткізді. Мына осы Қарекен сияқты, Шерағам сияқты, мына Әбдібәлі ағамыз сияқты, мен бұл кісілердің барлығын аға ретінде сыйлаймын. Осы жердегі тұрған азаматтардың барлығының сондай жақсы қасиеттерін, рухы биік, намыскөй, өзінің халқын сүйетін, өзінің мамандығын сүйетін, сыйлайтын, сондай мына бір осы түлектер ұшса екен деп тілеймін. Барлықтарыңызға басым дейіп, рахметімді айтамын. Өзінің саналы ғұмырында сан салада қызмет етіп, ел дамуына сүбелі үлес қосса, жаны жайсаң жанның көзін көріп, шапағатын сезінгендер әдемі де әсерлі естеліктермен бөлісті. Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен сөз сөйлеген бірінші қазақ, Мәскеуде қызмет еткен алғашқы қазақ Тұрар Рысқұлов болса, содан кейінгі басшы қызметте болған осы Қаратай ағамыз еді. Өмірге екінші рет келіп отыр. Аты беріліп, аты көшеге берілді Тараз қаласында. Есімі мектепке берілді. Тау-кен зерттеу институтына берілді. Политехникалық институттағы металлургия факультеті Қарекеңнің атымен аталады. Міне Қарекең ел есінде қалды деген осы. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында айтылғандай, еліне туған жерін түлетуге үлес қосқан азаматтардың еңбегі бүгінгі ұрпаққа мол мұра. Қаратаудай қайратты, Алатаудай биік тұлғалы азаматты ардақтай білуде ата дәстүр жолы, әрі өркениетті өмірдің айқын белгісі болса керек. Жас өскіндер ел мақтаныш болған азаматқа арнау өлеңдерін оқыды. Бүгінде 2000-нан аса оқушы білім алатын білім ошағында дархан азаматқа арнап мұражай ашылды. Онда саясаткердің қолжазба, бейне жазбалары мен фотосуреттері тырнақ алды, туындылар орын алды. Гаухар Спай, Өміртай Ибрай, жаңалықтар қызметі.